Чернобыль атом электр станциясы әлемдегі ең ірі ядролық апат болған орын. 1986 жылдың 25 сәуірінде реакторлардың бірін сынақтан өткізу жұмыстары басталды. Төменгі қуаттағы реактор және апатты жағдайдағы салқындату жүйесін өшіру қажет болды. Жұмысшылар бұл сынаққа толық дайындалмаған еді, және қауіпсіздік хаттамасы еленбей, сынақтар жалғаса берді. Реактор бақылаудан шығып, оны басқаратын салқындату жүйесінсіз қызып кетті. Қарбалас басталып, жұмысшылар реакторды қолмен сөндіруге ұмтылды. Бірақ бұл әрекет реакцияны одан әрі жылдамдатып, кернеу секірісін туғызды. Сағат 1-ден 23 минут кеткенде реактор жарылды. Басқа атом электр станцияларынан айырмашылығы, Чернобыль реакторлары болатпен не темір бетонмен қапталмаған еді. Зауыт жарылып, бөлінген радиоактивті материалдар мен қалдықтар жан-жаққа шашырап, айналаны өлім қатері жоғары зонаға айналдырды. Жарылыс салдарынан 2 адам сол мезетте қаза тапты. Басқалары радиоактивті материалдарды суыту үшін реакторға аянбай су тасыды. Бірнеше апта ішінде 28 жұмысшы қуатты сәулеленудің әсерінен қаза тапты. Жарылыс нәтижесінде жоғары атмосфераға радиоактивті бұлт көтерілді. Алайда, көрші Припять пен Чернобыль қалаларының тұрғындары жарылыстан кейінгі 40 сағат ішінде қауіпсіз жерге көшірілмеді. Сол уақытта көптеген тұрғындар радиоактивтіліктің жоғары деңгейіне шалдығып, араға айлар мен жылдар салып, қатерлі ісік пен генетикалық ауытқушылықтарға ұшырады. Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің есептеуі бойынша, Чернобыль апаты 4000 адамның өмірін қиды. Бірақ басқалар радиоактивті қалдықтардың бүкіл Еуропаға таралуын ескерсек, ақырғы сан бұдан да көп болуы мүмкін деп санайды. Ядролық энергия қазба отынның лайықты әрі тұрақты балама түрі болып саналады. Бірақ құлдыраған Чернобыль қаласы бізге энергия өндіру мақсатында ядролық энергияны игерудің өте қауіпті екенін ескертеді.